Сіз айтып өткендей бизнес тренингтерге бардың қажет жоқ па? Немесе сіз айтып кеткендей дамытушы кітаптарды оқудың түк пайдасы жоқ па? Енді бұл жерде мен өткендегі айтқан нәрселердің бәрі бизнес тренингтерге барудың қажеті жоқ дегенді білдірмейді. Және соған сәйкес кітаптарды оқудың қажеті жоқ дегенді білдірмейді. Бұл жерде олардың бізге тренингтердің қаншалықты пайдасы бар жоқ, немесе соған сәйкес өзін өзі дамытуға арналған кітаптардың бізге қаншалықты пайдасы бар жоғын екенін басын ашып алу үшін бізге ең бірінші керек нәрсе ғылым мен жалған ғылымны ажырата алу керек. Яғни ғылыми тұжырым мен жалған ғылымды, орысша айтқанда лженаука дейді, псевдонаука дейді, солардың ара-жігін ажырата білуіміз керек. Енді олардың негізгі айырмашылықтары неде? Мысалы, кез келген ғылыми тұжырым ол бір негізге сүйенеді. Кез келген ғалым бір тұжырым жасаса, ол өзінің алдындағы басқа ғалымдардың еңбегіне сүйеніп бара башады. Және соған сәйкес эксперименттер жасайды. Ол дәлелденеді, статистикалық анализ жасалынады. Ал жалған ғылымдық тұжырымдар не? Оларда да әртүрлі болжамдар, тұжырымдар айтылады, бірақ оларда экспериментпен, лабораториялық жағдайда немесе статистикалық анализ жасау арқылы оны тексеру мүмкін емес тұжырымдар өңкей. Бірінші айырмашылығы. Ал екінші айырмашылығы ғылыми тұжырым мен жалған ғылымның тұжырымдардың. Ол жалған ғылым, бір сөзбен айтқанда, оларды эзотерика деп айтайық. Қазір сол сөз мода болды ғой, эзотерика, бәрін бірігіп. Ол эзотерикалық тұжырымдар адамның үмітіне сәйкес жұмыс істейді. Адамның өзін күткен үмітіне сәйкес тұжырымдар жасауға тырысады. Ал ғылыми тұжырымдарда ол үмітке байланыссыз. Ешқандай ғалым ойламайды ғой, мен осындай эксперименттің нәтижесі осындай болып шыққанын қалай, мен соған сенем деп, сен соған сәйкес шықпайды ғой. Ол сен неге сенесің бе, сенбейсің бе, саған ол қаншалықты қажет емес, сенің үмітіңді ол ақтай ма, ақтамай ма, ғылыми тұжырымдар оған байланыссыз болады. Екінші айырмашылығы. Енді адамның үмітіне сәйкес жұмыс істегеннен кейін, олар жалған ғылыми тұжырымдарға негізделген эзотерикалық кітаптар болсын, эзотерикалық тренингтер болсын, ол адамдардың көңіліне қатты қонымды болады, өте ұнамды болады. Енді бұлар қалай пайда болды? Және бұларды, мысалы, бір кезде Ньютон өзінің заңдарын ашты, 1600 жылдардың ортасында. Одан кейін бір шамамен 100 жыл өткен кезде Европада Ньютонның ашқан заңдылықтары бәріне мойындалып, кең тарай бастаған кезде, мысалы, Вольтер деген бір жазушы Ньютон жүйесінің әйел адамдарға көмегі деген кітап жазған. Ол кітап сол кезде Франция мен Италияда үлкен сол заманына сәйкес кең таралыммен таралды. Ол, яғни Ньютонның заңы ол таза ғылыми нәтиже. Ал оған сәйкес жазылған кітап, Вольтердің, ол жалған ғылымдық еңбек. Яғни ол сол арқылы белгілі бір табыс тапты. Ол Ньютонның заңын кәдімгі әлеуметтік өмірдегі аналогы деп басқа бір заңдылыққа, соған әлеуметтік ортаға сәйкестендірген ғой. Ал әлеуметтік орта Ньютон заңы ол сағат механизмі сияқты. Ол жерде кездейсоқтыққа орын жоқ. Ал әлеуметтік жағдайда ол қып-қызыл кездейсоқтықтардан тұрады. Сол себепте де Ньютонның заңының әлеуметтік жағдайдағы аналогын келтіру мүмкін емес. Одан бертін келе 20 ғасырдың ортасынан таман Лоренц деген ғалым теория хаоса деген бір гипотеза жасады. Ол жай ғана бір гипотеза, әлі дәлелденбеген. Бірақ содан кейін кетті, біздің заманымызға сәйкес ол өте бір ұнамды болды ма, соған сәйкес кинофильмдер шығып кетті, эффект бабочки деген сияқты. Соған сәйкес 90 жылдарға дейін Америкада хаос менеджмент деген тренингтің түрі өте танымал, өте қымбат тренингтердің бірі болған екен. Яғни оған кәдімгідей кәсіпорындың басшылары, бір тіс қаққан кәсіпкерлердің өзі сол тренингке қатысқан. Бірақ ол хаос менеджмент, ол физиканың өзінде әлі белгісіз нәрсені, ол кәсіпорындарда адамдарды басқаруға, соның аналогын жасауға тырысқан. Бұлай көңілге өте қонымды. Сөйтіп келтіреді ғой. Міне ол жалған ғылыми тұжырымға негізделген хаос менеджмент. Одан кейін квант деген термин пайда болды физикада. Сөйтті да квантовый психология деген кітаптар қаптап кетті. Өзім бір екеуін алып оқыған бір кездері.
атақты әйгілі Дипак Чопра деген индиялық, қазір Америкада тұратын эзотерикалық жазушы бар. Оның да кітаптарын кезінде қатты сүйсініп оқығанбыз. Сол Дипак Чопра мысалы квантовый методы лечения деген атпен жаңағы үлкен бір өзінің орталығы бар. Қарап тұрсаң, бірде Ричард Докинс деген әйгілі биолог жаңағы Дипак Чопрадан барып интервью алып жатыр. Сонда бұл физикадағы кванттық теорияға қандай қатысы бар деп. Сол кезде Дипак Чопраның жауабы бұл жай ғана метафора дейді. Ол квантқа ешқандай қатысы жоқ дейді. Бірақ ана квант деген сөз мода болғаннан кейін, ол мысалы орталығында сондай терминге негізделіп жазылып тұр, ол белгілі бір клиенттерді тартуға әсер етуі мүмкін. Бұрынға өздері айтып жүрген контраст принципіне келеді да. Бұл да мысалы жалған ғылымдық, соған өзіне сәйкес жалған ғылымдық бір тұжырымдар пайда болды. Енді қазіргі кездегі тренингтердің белгілі бір бөліктерінде эзотерикалық тұжырымдарға негізделген. Эзотерикалық тұжырым деген не? Мысалы, сен бір нәрсеге қатты сенсең, сол міндетті түрде орындалады. Сен бір мысалы бір көлік алғың келді ма, сен оны суретке түсірді, кезілген үйдегі тоңазытқышыңа, кезілген жүретін жеріңе, отыратын үстеліңе жапсырып қой дейді мысалы. Сол сияқты нәрселер көп. Сонда ғаламда бір қандай да бір күш бар, сол сенің жаңағы тілегіңді орындауға жұмыс істейді дейді. Секрет деген кинода осыған ұқсас нәрселерді келтіреді ғой. Ал ол мысалы ешқандай экспериментпен, ешқандай статистикалық анализ жасау мүмкін емес тұжырымдар. Ғаламда ешқандай аяздықта жоқ сенің жаңа тілегіңді орындап тұратынша. Міне бұлардың бәрі жалған ғылымдық тұжырым. Яғни осындай тұжырымдарға негізделген кітаптар қаншама көп, осындай тұжырымдарға негізделген қаншама тренингтер бар. Бірақ олардың бәрі мен шарлатандар, олардың бәрі қажет жоқ деп айтуыма тағы болмайды. Өйтіп айта алмаймын. Мысалы бірде Ахметбек Нұрсиға деген ағамыз бір сөзінде айтты. Мысалы көлігің оталмай қалады аяқ астынан. Сен оны қандай бір жақсы күйге еніп, мен қазір оталып кетеді деп, кілтін қанша күшеніп бұралсаң да, ол бұзылып тұрған көлік оталмайды ғой. Оның ана жерде тетігін жасауың керек. Кәдімгі таза технология. Міне тура сол сияқты ғой. Мысалы, өте керемет, өте мысалды дәл келтірген. Мысалы, сол сияқты ешқандай қанша сенсең де, қанша күшенсең де, қанша белгілі бір күйге енсең де, ол қарапайым автокөліктің өзін ондайда оталдыра алмайсың. Ол одан 100 есе, 1000 есе күрделі процесті сен қалай іске асырасың. Ол сол кезде ғаламдағы аяздықтан не, сол кезде сен белгілі бір күйгенсең, машинаңды оталдыра салмайды. Міне, сондықтан ол тренингтердің бәрінің бірдей, мысалы, осындай технологияға негізделген тренингтер де бар, мысалы. Оларға белгілі бір сол технологияға ғана жетіспей, белгілі бір нәрселер жетіспей тұрса, онда әрине баруға болады. Ал мысалы Тони Робинсон деген әлемдік деңгейдегі бизнес тренер бар. Мысалы, соңғы жолы Ресейге келген кезде 26 000 адам жиналған. Бір тренингке қатысуы, ұмытып қалдым, $1000 аса ма бір адамға сондай. Мысалы, техникасы масқара. Ана тренингке қатысқан адам, мысалы, керемет үлкен мотивациямен кетеді. Ол бәрін меңгеріп алған адамды қандай күйге келтіріп, адам қандай жағдайда үлкен эйфорияға қалай кіргізіп жіберудің бәрін өте керемет жаңа дағдысы бар. Жаңа тренингтен шыққаннан кейін адам үлкен өз-өзіне деген сеніммен, өзінде үлкен күшпен шығады. Бірақ мотивация еш уақытта сенің жұмысыңды тұрақты түрде, жүйелі түрде сенің кәсібіңді дамытуға құр мотивацияның күші түкке тұрмайды. Біріншіден сен күнде ондай үлкен эйфориямен, ондай үлкен мотивациямен жұмыс істеп жүре алмайсың. Тіпті жүре алған күннің өзінде ол ондай күш, ондай әсерлер, мысалы эффект плацебо деген бар ғой. Адам бір нәрсеге сенсе, бір дәрі емес нәрсені дәрі екен деп ішсе, ол адамға қатты сенсе әсер етеді. Ол рас, ол бірақ бір дене тұрғысында ол адамның денесімен шектеледі болды. Ол басқа бір адамға тіпті үлкен бір механизмге әсер етпейді. Тура бұл да сол сияқты. Күнде сондай мотивацияда болған күннің өзінде ол сенің кәсібіңнің жүруіне тікелей әсер ете алмайды тұрақты түрде. Әрине, бұнда Тони Робинсті бұл жерде шарлатан деп айтуға бола ма, болмай ма? Ол сұрақ, егер ол таза адал айтатын болса, мен жай ғана мотиватормын деп, онда ол шарлатан емес. Ал егер ол айтатын болса, мен осы тренингке қатысу арқылы сенің өмірің өзгеріп кетеді деп, онда ол шарлатандық.
ол өзін қалай көрсетеді соған байланысты. Ол жерде шарлатан ба, шарлатан емес па. Ал шынымен мотиватормын деп айтса, оған шынымен концертке де адам барады ғой. Тура концертке барған сияқты қатысқысы келсе, шамасы келіп тұрса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Мысалы, үнемі жүйелі түрде сен концертке бара берсең, музыкант болып кетпейсің ғой. Тура сол сияқты нәрсе да. Бір жақсы көңіл болмайтын ол жерден де бір жақсы көңіл күймен шығасың ғой. Сондықтан егер тек қана мотивация керек болса, әрине Тони Роббинс сияқты тренингтердің әсері сол мотивациямен шектеледі. Әрине ода да әртүрлі тұжырымдар айтады. Мысалы, көптеген тренингтерде көптеген адамның өсуіне байланысты тұжырымдар айтады. Сен бұлай өзгерсең, бұлай өзгермейінше ондай нәтиже болмайды дейді. Бір қарағанда рас оның бәрі. Бірақ ол сөзді тыңдаған адамға ол нәрсе көмектеспейді. Неге көмектеспейді? Мысалы, адам өз-өзінен мен осылай болам деп өзгере алмайды еш уақытта. Оны кейінгі сабақтарда адамның өзгеруінің механизміне толығырақ жеке тоқталамыз. Енді біздің бұл жасап жатқан дәрістерімізді не себепті мен жетістікке жету ғылымы деп атадым. Оның себебі, мысалы, ғылымда қалай? Мысалы, математикада, геометрияда 5 аксиома бар. Бүкіл одан шыққан заңдылықтар, теоремалар, формулалардың бәрі сол 5 аксиоманың комбинацияларынан келіп шыққан. Олар кері қуалайтын болсаң, 5 аксиомаға келіп тіреледі. Егер 5 аксиоманың ішінде 5-ші аксиоманы дұрыс емес, ол былай болады деп өзгерсең, онда басқа бір геометрия туындайды. Лобачевский геометриясы деген сияқты. Тура сол сияқты біз негізгі белгі бір фундаменталды постулаттарға сүйенеміз. Сол постулаттардың комбинациясы арқылы дәлелденетін тұжырымдарға сүйенеміз. Тек қана дәлелдеп статистикалық анализ жасалған тұжырымдарға. Сол себеп біз белгі бір гипотеза жасауымыз мүмкін. Ол гипотезамыз қате болуы мүмкін. Міне біздің жетістікке жету ғылымы дегеніміз сол тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан қарау тұрғысына сол себепті атап айтып отырмын. Әрине оны бір шынайы ғылыммен айналысып жүрген адам көретін болса, күлуі мүмкін. Оның күлгені орынды да болады. Өйткені жетістікке жету ғылымы дегенде бір математика, физика деген сияқты бір ғылымның саласы ретінде қарастырайын деп тұрғам жоқ. Біздің жұмыс істеу стиліміз, тұжырымдар жасау стиліміз ғылыми тұрғыдан болады. Сол себепті жетістікке жету ғылымы деп атағанымыз сол себеп болған. Енді мысалы тренингтердің қатты зияны тиіп кететін жағдайды да көрген. Мысалы бір жігітті білем, 90-шы жылдардың аяғында жақсы тасы өрге домалап, өте жақсы кәсіп істеп жүреді. Сөйтеді да 2002 жылы ең алғаш бір жизнь игра в обличение деп аталатын тренингке қатысады. Сол кезде өзгере бастайды. Сол кезде өзі соған сәйкес кітаптарды оқиды, тренингтің бір деңгейінен екінші деңгейіне өтіп, фанатты түрде қатыса бастайды. Ол бұрынғыдай белгілі бір технологияға, еңбекке, бір адамдармен қарым-қатынасқа негізделмейді оның жұмысы, ол жігіттің жұмысы. Таза ғаламдағы аяздықтарға қарай негізделеді да, сенімді болсаң бәрі іске асады, белгілі бір күйге енсең бәрі орындалады деген. Сөйтеді да өзінің қалай банкрот болғанын білмей қалады. Ол одан кейін екінші рет қайтадан көтеріледі. Сен қайтадан банкрот болады, қайтып үшінші рет көтеріліп банкрот болған кезде қатты құлайды. Міне содағының бәрі мына эзотерикалық тұжырымдарға нормадан тыс қатты сеніп кеткендігінің әсерінен де бір себебі. Сөйтіп, ақыр аяғында мұғалімдікке бірақ келеді деген сияқты ғой. Ол мысалы мен. Ол мысалы тренингтердің эзотерикалық тұжырымды мен теориялық тұрғыдан айтып отырғаным жоқ. Қаншама кәсіп істеп, оның адамға қалай әсер ететін неше түрлі тренингтерден өткеннен кейін айтып отырмын. Сол неше түрлі қымбат тренингтер бар. Оларға да қатысып көрдім. Неше түрлі Европаның айтуы деген мамандарының келіп өткізетін тренингтеріне қатыстым. Енді қарасаң, бір кезде бір тегін тренингке қатыстым. Мысалы 2012 жылы соңғы рет. Сол кезде ойлап отырсам, тегін қатысқан тренингімнің әсері, пайдасы алдында одан мысалы бірнеше мың доллар болатын тренингтердің пайдасынан әлдеқайда жоғары болды. Сондықтан бұл жерде бағасына да байланысты емес көп нәрсе. Кейбір қымбат заттардың сапасы
арзан заттың сапасынан әлдеқайда төмен болатын кездер бола береді. Әсіресе осындай тренинг, кітап сияқты нәрселерде. Сол себепті енді екінші жолы енді келесі эпизодта біздің қарастыратынымыз кездейсоқтықтың анықтамасын ашуға тырысамыз ғой. Осы енді қандай сұрақтарың бар? Мысалы, сіз айттыңыз, егер сен тұрған кезде, машина өшіп қалған кезде, сен тұрып ота алмай қалады. Бірақ адамдардың кейбір жағдайларында, мысалы, сен өмірлерін жүрмей тұрады, бір кезде дұға жасап жүреді. Мысалы, егер діни жақтан қарайтын болсақ, дұға жасап жүреді, соның арқасында оның жұмысы мысалы жүріп. Оны сіз айтып тұрыңыз, ғалымшағы Аяз ата мен религия дейді, дінмен салыстырып жүрсеңіз қалай болады? Енді бір баяғыда негізі екі-үш түрлі әңгімені айтуға болмайды. Сол жөнінде талқылай беруге аты жөн жоқ. Оның біреуі дін. Енді мен діни білімі жоқ адамдарға жатам, сондықтан бұны дінге қатысты мен еш нәрсе айта алмаймын. Ал жалпы жаңағы бір нәрсеге сеніп жұмысы жүріп кетті деген сөз, адам белгілі бір дайын болып тұруы мүмкін. Ол сөйтеді да белгілі бір ритуалды жасап, содан кейін жұмысы жүріп кететін жағдай болуы мүмкін. Бірақ ол кәдімгі кездейсоқ сәйкес келуі мүмкін. Ол онсыз да дайын тұрып, мысалы. Сондықтан көп нәрсе кейде адамдар қарапайым бір сәйкес келуді, кездейсоқ сәйкес келуді заңдылықпен шатастыра береді. Мағынасы жоқ жерден мағына іздей береді. Белгі жоқ жерден мынау маған тағдыр немесе ғалам белгі болып беріп тұр деп есептей береді. Оның бәріне кейін біртіндеп тоқталамыз. Бұның бәрін себебін ашамыз. Біздің бұл жерде болашақта тұжырымдар жасайтын болсақ, не себепті ол тұжырым істейді? Біз неге сүйеніп айтып отырмыз деген қағида болады да. Сондықтан жаңа сенің қойған сұрақтарыңды біртіндеп жаңа келесі сабақтарда ашатын боламыз. Ал дәл келесі сабағымыздың тақырыбы кездейсоқтықтың анықтамасын ашуға байланысты болады. Бұйрық десе, бірақ құндылықтардың алатын адамдардың ішкі күштері, ішкі мотивациялары, олардың жаңағынан жетістіктерге жету үшін өзінің кәдімгі бір күштің өзінің әсер тигізеді. Соны не деп айтасыз? Жоқ, мен біріншіден қатысу керек деп айтқам жоқ. Керісінше бұл тренингтерге қатысуға болмайды деген сөз емес деп. Яғни мен айтып отырмын, қандай жағдайда қатысу керек, қандай жағдайда қатыспау керек, оны үзілді-кесілді қатысуға болады, мына тренингке үзілді-кесілді қатысуға болмайды деп тұжырым жасауға болмайды. Ол үшін айтып отырмын, жаңағы ғылым мен жалған ғылымдық тұжырымдардың жаңағы аражігін ажырата алған кезде өзіңе белгілі бола бастайды. Кейбір кітапты қарайсың да аннотациясын оқып, немесе тіпті мұқабасына қарап, немесе мазмұнына қарап, оның жалған ғылымдық кітап немесе ғылыми кітап екендігін ажырата алатын боласың. Оның бәрі бір сөзден, біздің бір әңгімемізден ажыратып кетпейсің, одан ол үшін адам белгілі бір этаптан өту керек. Сол кезде ажырата білу өзіңе келеді. Сонда бұл сұрақтың жауабы өзіңнің алдыңнан шығады.